Болжау арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге алдыдағы келе жатқан аптаға әр жұлдыз белгісіне арнайы болжау түсіремін. Тоқты жұлдызындағы көрермендеріме ақпан айының 5-і мен 11-і аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай. Аптада орын алатын жағдайлар. Аптаға әсер беретін жағдай. Өздеріңізді уайымдатқан бір мәселеге қатысты қажет ұсынысқа ие боласыздар. Баратын жерлеріңізге жетесіздер. Бір айқындық пайда болады уайымдатқан шаруада. Сәтімен шешіліп кететін, сәттілік бұйырады. Кейбіреулеріңізге бір хат хабар алатын. Осыған дейін салған күштеріңіздің, жұмсаған уақыттарыңыздың нәтижесіне ие боласыздар. Бір мақтауға, қосымша бір төлемақыға, достарыңызбен кездесетін, немесе туыстарыңыздың үйіне баратын жағдай болады. Аптаның басында сол жолға шығатын жағдай аптаның басында болуы мүмкін. Жақсы бір жаңалыққа ие боласыздар. Дүкен аралайтын жағдай болады кейбір топтыларыма. Өте арманшыл, қиялшыл күйде боласыздар. Өздеріңіз алдыларыңызға жаңа мақсат пайда болуы мүмкін. Сол ойлап жүрген мақсатыңызға қатысты соны жүзеге асыру үшін жолға шығады кейбір топтылар. Көп бір әңгіме орын алуы мүмкін бір адаммен арада. Кейбіреулеріңіз бір өздеріңізге ұнатқан заттарыңызды сатып аласыздар. Бір адамға қол ұшын созатын, өздеріңізге бір адамнан қол ұшына ие болатын күйде боласыздар. Ұсыныс алатын. Аптаның ортасында бір істі кейінге шегере тұрып, өздеріңіз жолға шығып, ата-аналарыңыздың үйіне баруларыңыз мүмкін. Кейде өздеріңіз үйлеріңізде бір қонақ сол адамдарды қабылдайтын күйде боласыз. Аяқ асты өзгерістер арқылы мақсаттарыңыз, сол аптаға жоспарлаған бір жоспарларыңыз сәтімен шешіледі. Үйге қатысты немесе оқу орнына қатысты, кейде қарт адамдармен байланысты, денсаулығын бір жағдай мазалаған болса, соны шешуге. Кейбіреулеріңіз өздеріңіздің туыстармен байланысты бар. Шешілмей жүрген шаруаларыңыз сәтімен шешіледі. Аптаның соңында жаңалыққа ие боласыздар. Бір хат хабар, сәлемдеме күтіп отырған. Өте сезімтал күйде аяқ асты орын алған бір өзгерістерге бола. Осыған дейін өмірде жинаған тәжірибелеріңізді пайдалану арқылы шешуге мүмкіндік болады. Ал кейбір тоқтыларым аптаның соңында аяқ асты бір күтпеген өзгеріс орын алғанына бола. Өте сақ күйде боласыздар. Сол кезінде бір алған келеңсіз тәжірибе өміріңіздегі қайталанама деген. Ол сақ күй алдын ала өзіңізді бір шынайы жағдайға қатысы болмауы мүмкін. Бірақ сіз өзіңізді сол жағдайды әсірелеп қорқытуыңызбен байланысты. Өте сондай бір сезімтал күйіңізге бола. Көбінесе сол келген сәлемдеме, басқа бір құжаттарыңыз дайын болғанына бола. Сақ күймен жолға шығасыздар. Сол үлгермей қаламын ба деген сондай бір сақ күймен, немесе барғанда қалай болар екен деген оймен жолға шығып барып, сол келген затыңызға ие боласыз. Немесе жоспарлаған ісіңізді реттеуге мүмкіндік келеді. Кеңес аптаға деген осы апта барысында сіз өте сезімтал күйде боласыз, қалыпты жағдайдан артығырақ. Сондықтан апта барысында пікірталас орын алуға деген жағдайлардан бойыңызды аулақ салуға шақырады. Және химиялық заттармен жұмыс істейтін болсаңыз, мөлшерін байқауға, дәрі-дәрмек қабылдайтын болсаңыздар, мөлшерін байқауға шақырады кеңес. Тоқтыларым, апталарыңызға сәттілік тілеймін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Торпақ жұлдызындағы көрермендеріме ақпан айының 5-і мен 11-і аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай. Аптада орын алатын жағдайлар. Аптаға әсер беретін жағдай. Бір істі қолмен күш салып барып, реттеуге тура келеді. Бір жауапкершілікті өзіңіз орындауға. Кейде енді басқа адамдардың көмегіне жүгіну арқылы аналарыңыздың бір үйінің шаруасына көмектесетін жағдай болады. Кейбіреулеріңіз енді жан-жарларыңыздың бір шаруасын реттеп беруге күш саласыздар. Кейбір торпақтарымды әдемілікке, өзіңіздің бір жан дүниеңіздің қалауына көңіл бөлетін, мән беруге сондай мүмкіндік келеді. Бір әйел адаммен кездесу орын алуы мүмкін.
бәсекелестікте орын алған күш салу арқылы жақсы нәтижеге қол жеткізесіз. Өзіңіздің бір жоспарлаған істеріңіздің барлығы өз жолымен орындалатын, сондай көп күш салуды талап етпей, немесе күш саласаңыз, сол қалаған жақсы нәтижеге қол жеткізетін күйде боласыз. Шешім қабылдауды, жағдайды бір жағына шығаруды талап ететін жағдай болады кейде. Жауапкершілікпен байланысты шаршатқан мәселеде жағдайдан биік деңгейде жеңіспен, ұтымды күймен шығасыз. Аптаның басында бір жағдай өз соңына келіп жетеді, өзгерістер орын алады. Ішкі өзгерістер, немесе өміріңізде, жұмысыңызда, үйіңізбен байланысты бір өзгерістер орын алады. Кейде бір зат ескіріп, істен шыққанына бола, орнына басқа зат сатып алуға шешім қабылдайсыздар. Жұмыс көзінде, сол табыс көзінде жағдайды жақсарту үшін өзгерістер енгізесіздер. Табыс көзінің бағытын өзгертетін, немесе сол іс-сапармен жолға шығатын, басқа қалаға, кейде басқа бір жерге баруға тура келеді. Өзіңізді бір көмекке мұқтаж күйде сезінуіңіз мүмкін. Бір адамның қолдауына, түсіністігіне, кейде үйлеріңізге бір адам келеді. Сіздің бір мұқтаж күйіңізді реттеп беру үшін, үйдің бір шаруасын реттеу үшін, бір соңына келіп жеткен жағдаймен байланысты ісіңізді шешіп беру үшін. Кейбір торпақтарым аптаның басында көлік айырбастайтын жағдай болады кейде. Бір затты сататын, сатып алатын. Аптаның ортасында бір жоспарлаған шаруаларыңыздың барлығын, кейде бір кейінге шегеріп, ұмытылып жүрген істердің барлығын қолға алып тиянақтауға көңіл бөлесіз. Бір мекемеден күтіп отырған хат хабарға қатысты жаңалық алуыңыз мүмкін. Алған жауапкершілікпен байланысты күш салуға, бір шығын шығаруға, нәтижесін күтуге тура келеді. Балаларыңыздың тәрбиешісімен, немесе өзіңіз бір психологпен, басқа бір құрбыларыңызбен кездесулеріңіз мүмкін. Кейде аналарыңыз, тәтелеріңіз сол аптаға әсер беретін жағдай. Аптаның ортасында үйлеріңізге қонаққа келуі мүмкін. Өздеріңізге бір жанашыр әйел адам көбінесе. Кейбіреулеріңіз өздеріңіз сондай бір күту керек жағдайда шектен тыс сезімтал күйде боласыздар. Болымсыз жағдайларға бола көзіңізге жас алатын, сондай шектен тыс жаныңызға жақын қабылдайтын күй артуы мүмкін аптаның ортасында. Аптаның соңында өзіңізді мазалаған шаруаға қатысты асығыстық танытасыз. Асығыс жолға шығатын, немесе бір елмен телефон арқылы, ғаламтор арқылы араласатын күйде боласыз. Соны шешу үшін бір маман адамның көмегіне жүгінуіңіз мүмкін. Кейде өзіңіз сондай өте тапқыр, алдыдағы кедергінің барлығын оңай шешетін күймен сол бір қиындықтарды сәтімен шешесіз, жеңіп өтесіз. Бір елдің алдына шығып өзіңізді көрсетуге, сөз сөйлеуге тура келетін жағдай болуы мүмкін. Сондай бір мамандық саласында қызмет ететін торпақтарым болса. Кейде бір жаңаны қолға алғаныңызға бола көп адамдармен телефон арқылы сол жағдайды талқылайсыздар. Өзіңізді уайымдатқан бір мәселеге қатысты тез арада асығыстық танытып күш салу керек, асығыстық танытып жолға шығу керек жағдай болады кейде. Кеңес аптаға деген. Өз апта барысында өзіңіз жайында да, өзгелер жайында да жаман ойламауға шақырады кеңес. Жаныңызды, ойыңызды жарыққа жақын етумен өзіңізді ұстайтын болсаңыз, жағдайыңызға оң әсер ететінін, жан-жағыңыздағы жандардың өзіңізге деген бір қабағы оңға қарай өзгеретінін еске салады кеңес. Торпақтарым, апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Егіздер жұлдызындағы көрермендеріме ақпан айының 5 мен 11 аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай. Аптада орын алатын жағдайлар. Аптаға әсер ететін жағдай. Табыс көзіне күш саласыздар. Табыс көзін жақсартуға, табыс көзімен байланысты алдыға қойған мақсат, жоспарларыңызды жүзеге асыруға, табыс көзімен байланысты жарнама беретін, өзіңізді жарнамалайтын, елдің алдында бір өзіңізді дұрыс жағынан көрсетуге тырысатын күйде боласыздар. Ғаламтор арқылы табыс көзіне қатысты бір мәліметтер жинайтын, адамдармен араласатын жағдай болады. Кейбір егіздерім кешкі уақытта бір қосымша табыс көзін қолға алуларыңыз мүмкін. Өздеріңіз бір қолға алған істеріңізді сапалы, епті
атқаруға көңіл бөлгендеріңіздің арқасында көп емес болса да біраз кіріске ие болуларыңыз мүмкін, немесе бір жақсы нәтижеге, өте сондай сабырлы, жаныңызға тыныштық беретін күйде боласыздар. Арманшыл, кейде бір қиял үмітке көңіл бөлетін. Аптаның басында күтуге тура келеді. Бір жағдайға көзқарастарыңызды өзгертесіздер, басқа жағынан көресіз. Кейде өзіңізге бір қалаған жағдаймен, затпен, іспен қажеттің арасынан таңдау жасауға тура келеді. Бір жаңа мүмкіндік келеді алдыларыңызға. Немесе күтіп отырған бір жағдайға қатысты сәлемдеме, факс арқылы хабарлама, басқа бір жағдайға қатысты жолға шығып барып шешіп келуге тура келеді. Бір сынақтан жеңіспен өтесіздер. Табыс көзіне қатысты өздеріңізге бір қажет қарым-қатынастар орнатасыздар. Таныстық пайда болады. Үйлеріңізге бір адам қонаққа келуі мүмкін, немесе бір шаруамен байланысты. Нақты бір қызмет орнынан немесе өзіңіз күтіп отырған адам келеді. Бір тоқтап тұрған іске қатысты екі ойыңызды бір жағына шығарасыздар. Жолға шығып барып шешіп келесіздер соны. Күтумен болған бір мәселені. Хабар алғандарыңызға бола жолға шығасыздар. Аптаның ортасында үйлеріңіздің шаруасына көңіл бөлесіздер. Күш салып, сол көңіл бөлген, уақыт жұмсаған, кейде шығын шығарған жағдайдың жақсы нәтижесіне ие боласыздар. Төлемақылармен байланысты кейбір егіздерім жолға шығатын жағдай болады. Кейбіреулеріңіз табыс көзімен байланысты. Өздеріңіздің бір тәжірибе алған, жұмсаған күштеріңіздің арқасында қолдарыңызға кіріс келеді. Сезімнен гөрі санамен ойлайтын күйде боласыз. Өзіңізге өте сенімді күймен бір жаңа тапсырысқа ие болуларыңыз мүмкін. Ремонтпен байланысты енді бір үйлеріңіздің шаруасын қолға аласыз, немесе енді сондай бір ремонтпен байланысты қызмет атқаратын табыс көзіндегі саладағы егіздерім болса, сол жаңа бір тапсырысқа ие боласыздар. Кейбіреулеріңіз маман адамның көмегіне жүгінесіз, кеңесіне, өздеріңіз біреуге кеңес беруге тура келеді. Аптаның соңында кейбір егіздерім балаларыңыздың бір біліміне көңіл бөлесіздер. Өздеріңіз бір жаңаны қолға алып, немесе жаңа бір мақсат қойған болсаңыздар, әлі аяқ баспаған, қадам жасамаған. Сол жаңаға қарай бір екі ойдың күресі болады. Ішкі өзіңізге деген сенімсіздіктің күресі. Ойлануға тура келеді. Бір жан-жақты шешім іздейтін күйде боласыз. Өміріңізді ой елегінен өткізетін күйде боласыз. Өзіңіздің бір қызығушылығыңыз үшін күресетін. Кейде бір адамға ерегесіп, ойланбастан артық сөздер айтатын. Ойланбастан бір қадамдарға өзіңізге жол беретін күй пайда болуы мүмкін. Бір қарт адамның жағдайына көңіл бөлесіздер кейде. Үйіңіздің қорғанысына, немесе өзіңіздің бір пайдаңыз үшін, соны қорғап қалу үшін күш салатын күйде боласыз. Балаларыңыздың біліміне қатысты қажет шешімге ие болу үшін жолдарын қарастырасыз. Бір қосымша сабақ алуына қажет ұстаз қарастыратын, немесе репетитор жалдайтын, бір курстарға жіберетін шешім қабылдауларыңыз мүмкін. Аптаның соңында егер біреумен бәсекелестік, пікірталас орын алатын болса, жағдайдың барлығы сіздің жағыңызда болады. Сізді қолдайтын көбінесе қарт адам, немесе ұстазыңыз, егер оқу оқитын егіздерім болса, сіздің жағыңызда болады. Қалай болғанда бір ескіні аяқтап, жаңаға қарай бет аласыздар. Кеңес аптаға деген осы апта барысында барлығы әділ шешімге ие болады. Сондықтан, егер әділдік сіздің жағыңызда болсын десеңіз, сіздің пайдаңызға қарай шешілсін десеңіз, шын көңілмен күш салуға, ерінбеуге, көңіл бөлуге, сондай бір шын ниетпен кірісуге, қаншалықты сіз күш салып тырыссаңыз, соншалықты нәтижеге ие болатыныңызды еске салады кеңес. Егіздерім, апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Шаян жұлдызындағы көрермендеріме ақпан айының 5 мен 11 аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай. Аптада орын алатын жағдайлар. Аптаға әсер беретін жағдай. Екі зат немесе екі іс, екі жолдың арасынан таңдау жасайтын күйде боласыз. Өте сезімтал күймен. Кейде бір ер адамның көмегі, сізге деген бір қамқорлық танытуға деген ниетіне ие боласыздар.
өзіңіз танымайтын бір адам көмектесуі мүмкін, кейде қолдау көрсетуі. Өзіңіз бір ғаламтор арқылы мәліметтер жинастыратын, құжаттарды реттейтін күйде боласыз. Кейде біреудің сыртынан аңдитын, сол адамға қатысты мәліметтер жинайтын күйде боласыздар. Өте сондай бір жағдайдың барлығын алдыға қойған жоспарларды әсіресе сын көзқарастан өткізетін, таңдау жасайтын жағдайды сын көзге алатын күйде боласыздар. Аптаның басында жоспар бойынша күтумен боласыз. Бір адамды жолдан күтетін, хат хабар сәлемдеме күтетін, басқа бір нәтижені күтумен. Өздеріңіз жолға шығып барып, бір енді көп емес болса да біраз ақшаға, олжаға ие болатын күйде боласыз. Төлемақыға ие болатын. Бір істі сәтімен аяқтайсыз. Жоспарлаған іс сапармен, бизнес көзімен басқа қалаға, басқа елге жолға шығады кейбір жаяндарым. Бір істі сәтімен аяқтап, өзіңізге бір демалыс беретін күйде боласыз. Кейде ештеңеге зауқыңыз жоқ күймен, сондай күйге қарамастан күш салып барып, бір жоспарлаған істеріңізді аяқтайсыздар. Ақшамен байланысты бір операцияларды сәтті жүзеге асырасыз. Кейбір жаяндарымда бір сатып алған зат, сатып алған енді ақшамен байланысты бір шығарған шығындағы нәтижеге көңілдеріңіз толмауы мүмкін. Сіздер күткен уақыттан артығырақ уақыт күту керек болғанына бола. Немесе сапасына, сіздер ойлағандай болмағанына біраз енді сондай көңілдеріңіз толмайтын күйде боласыздар. Алдыңызға келген мүмкіндіктен бас тартасыз кейде. Өзіңіздің бір шаршаған, еріншектік күйіңізге бола. Зауқыңыз жоқ болғанына бола. Аптаның ортасында күш салуға, өзіңізді бір көрсетуге тура келеді. Табыс көзімен байланысты мәселеде көбінесе. Немесе үйдің шаруасында. Бір оңай жолын тауып барып шешуге тырысасыз. Біреуге, туғандардың арасында, немесе сол табыс көзінде бір жағдайды түсіндіруге, сіздің пікіріңізге қарай көндіруге, сол қызмет орнында біреуді өзіңіздің қалауыңызға қарай көндіруге тырысасыз. Қулықты пайдаланатын күйде боласыз, бір қалауыңызға қол жеткізу үшін. Күш салатын күйде боласыздар, олжаға ие болу үшін. Сол күш салуды талап еткен шаруада қулықты пайдаланасыз, оңай тәсілдерді. Үйіңіздің бір мәселесін шешу үшін, немесе қызмет орнында, табыс көзінде. Кейбіреулеріңіз беделдеріңізді арттыруға, сондай бір тапқырлықты пайдаланасыз. Енді үйіңізді сату керек болған жағдай болса, сондайда бір күш салып, бір адамдарды өз қалауыңызға көндіру үшін кемшіліктерін жасыратын, жақсылықтарын асыратын күйде боласыз. Басқа бір оңай тәсілдер арқылы шешуге. Бір зат сатып алатын, немесе қолыңызға олжа келетін жағдай болады аптаның ортасында. Аптаның соңында туғандарыңыздан олжаға ие болуларыңыз мүмкін, көмекке. Кейбіреулеріңіз үйіңізбен байланысты бір жоспарлаған істе шектеулерге тап болатын жағдай болады кейде. Бір өзіңіз қаламаған қадамға жол бересіз, өзіңіз қаламаған бір шешімді қабылдайтын сол жағдайға бола. Біреудің пайдасына бола, туғандарыңыздың пайдасына бола, кейде бір балаларыңыздың қажетіне бола, өзіңіздің бір қалауыңыздан бас тарта тұруға тура келеді. Үйіңіздің бір қалауына бола, қажеттілігіне бола. Өзіңізге демалыс алғыңыз келген жоспар болса, сол демалысты шегере тұратын, күш салуға, немесе өзіңізге жұмсағыңыз келген шығынды сол туыстарыңызға, үйіңізге жұмсауға тура келеді кейде. Бір жаңа сол кейін жемісін беретін табыс көзіне жол саласыздар кейде, қадам жасайсыздар. Отбасылық бір табыс көзіне, немесе бизнеске. Қалай болғанда бір үймен байланысты олжаға ие болу керек жерде бір қобалжу, сенімсіздік мазалауы мүмкін. Көбінесе астарында сол қобалжуға себебі жоқ. Үйге қатысты шығындар шығарасыздар. Бір өзіңізді мазалаған шаруаны шешу үшін. Кедергілерден, шектеулерден арылу үшін. Кейбір жаяндар бір үлкен олжаға ие боласыздар. Туған жерлеріңізге баратын, туып өскен үйлеріңізге баратын, туғандарыңыздың үйіне қонаққа баратын жағдай болады кейде. Өздеріңіз үйлеріңізде сондай бір жақындарыңызды күтуге тура келетін. Бір тоймен байланысты шығын шығару керек болған жерде бір қалауларыңыздан бас тарта тұратын, немесе соны қалай реттеу керек болған жерде біраз қобалжу мазалайтын, сенімсіздік. Кеңес аптаға деген осы апта барысында сеніңіз, сіздің тілеу тілектеріңіз жоғарыдағы күштерге мәлім екеніне сенімді болуға шақырады кеңес. Бірақ барлығы өзіңізге ең дұрыс деген уақытта жүзеге асыратынына сенімді болып, күдер үзбеуге шақырады. Уақыты келгенде жүзеге асатынына сенімді болуға.
Шаяндарма апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Арыстан жұлдызындағы көрермендеріме ақпан айының 5 мен 11 аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай. Аптада орын алатын жағдайлар. Аптаға әсер беретін жағдай. Кейбір арыстандарым жолға шығасыздар. Өздеріңізді осыған дейін бір уайымдатқан шаруа артта қалады. Қиындықтан шығар жол табасыздар. Бір адаммен арадағы келіспеушілік, қызғаныш, көре алмаушылық, басқа бір бойыңыздағы зиян әдеттерден алыстайтын күйде боласыздар. Кейбіреулеріңіз көшіп қонумен байланысты уайым мазалаған болса, әсіресе бір қажет сума жетіспегеніне қатысты. Сол қажет сумаға немесе қажет мәліметке ие болу үшін жолдарын қарастырасыз. Көп емес болса да қолыңызға біраз кіріс келеді. Өздеріңіз бір өзіңізді уайымдатқан шаруаға қатысты. Сол жолға шығып барып, олжаға ие боласыз, немесе ақшаның көмегімен шешіп келесіз. Кейде асығыс келген мәлімет, мүмкіндікті пайдаланатын қобалжу, шектен тыс күймен сондай бір алған мүмкіндік, табыс көзін бір жақсартуға келген мүмкіндіктерді пайдаланатын күймен жолға шығуға тура келеді. Жаңа табыс көзіне бет алатын. Өзіңізге бір енді жалдамалы пәтерде тұратын арыстандар болса, жаңа үй қарастыратын, арзан бағадағы бір үйді қарастыратын күйде боласыз. Өзіңізді мазалаған бір мәселенің шешімін іздестіретін. Қалай болғанда бір жақсы мүмкіндік келеді. Соны артта қалдыруға немесе шешуге. Аптаның басында пікірталас орын алуы мүмкін. Кейде бәсекелестік орын алады. Кейбір арыстандарымда ішкі бір қорқыныштармен күрес болады, екі ойдың күресі. Сенімсіздіктің. Бір сынақтан өтетін жағдай болады, сынақ тапсыратын. Жұмыс орында немесе оқу орында. Кейбір арыстандарым бір үйдің шығын кірісін немесе үйдің бір шаруасын реттеуге күш саласыздар. Өздеріңізге ұнайтын бір табыс көзіндегі шаруаны реттеуге қолға аласыз. Жаныңызда бір көмектесетін адамдар болуы мүмкін. Бір әйел адамнан ақшалай көмекке ие болуыңыз мүмкін, немесе қол ұшын береді. Сондай бір өзіңіз бір төлемақыларды, бюджетті реттеуге көңіл бөлесіз. Табыс көзінде күш салып барып, олжаға ие боласыздар. Аптаның ортасында жағдайды бар қалпынан шатастырып қабылдайтын қобалжу билеген күймен жауапкершілік аласыз. Жағдайды бір жағына шығарасыз. Бір сенімге жеңдіріп, өзіңізге деген сенімге. Өзіңізді бір мазалаған мәселеде өзіне сенімді көбінекей ер адаммен хабарласатын жағдай болады. Кешкі уақытта. Немесе бір мекемеге хабарласатын. Өзіңізді бір мазалаған жағдайды шешу үшін. Аптаның соңында үш бірдей бір мәселеге, шаруаға күш саласыздар. Күдік мазалайды. Кейде бір ұсақ-түйек шаруаларды қолға алуға тура келеді. Екі жолдың арасынан, екі заттың арасынан таңдау жасау керек болған жағдайда, сол таңдауды кейінге шегеретін күйде боласыз. Бір жағдайда бұрын көрмеген жағынан көресіздер. Жолға шығатын күйде болады кейбір арыстандарым. Өзіңізді бір күдік мазалаған мәселені шешу үшін. Кейде екі ойлы күймен өзіңізге осыған дейін бір маңызды болған шаруаны мақсатты ысырып, енді соған деген қызығушылық жоғалғанына бола, кейінге шегеруге ысыра тұруға шешім қабылдайсыздар. Күдік мазалаған, бір уайым мазалаған жағдайға қатысты қызығушылығыңыз арта қалады. Сол күдік мазалаумен, уайым мазалаумен байланысты көшіп қонуға шешім қабылдауыңыз мүмкін, немесе жолға шығуға. Кеңес аптаға дейін осы апта барысында сізде сіздің жақындарыңызда жоғарыдағы күштердің қамқорында екеніңізді естен шығармауға шақырады. Егер апта барысында бір туғандарыңыз үшін, жан жануарларыңыз үшін, өзіңіз үшін бір уайым пайда болса, қалай болғанда сол жоғарыдағы күштер сіздерге қамқор екеніне сенімді болыңыз деп бір уайымға салынбауға, қорқынышқа, бір күдікке жол бермеуге шақырады кеңес. Арыстандарым апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Бикеш жұлдызындағы көрермендеріме ақпан айының 5 мен 11 аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай. Аптада орын алатын жағдайлар.
әсер беретін жағдай. Өзіңізге ұнайтын бір адаммен араласуға, хабарласуға себеп пайда болады. Кейбіреулеріңіз бір келісім шартқа отырасыздар. Сол бір келісімді заңдастыратын, құжаттарын реттейтін күйде боласыздар. Кейде бір мекемедегі адаммен хабарласуға тура келеді. Жаңа таныстық, өзіңізге бір жаңа махаббат, кездесуге шақыру алуға ие боласыздар. Мүмкіндік келеді сондай. Бір мекемеге барып, өзіңізге қажет мәліметке ие боласыздар. Ары қарай қалай болар екен деген өзіңізді бір қобалжу мазалаған, бұлыңғыр көрінген мәселеге қатысты дұрыс баға беретін, бар қалпында қабылдай білетін күйде боласыз. Бір әйел адаммен кездесу орын алады кейде. Өте бір сезімтал күйде боласыз. Ар ұятпен, адамгершілікпен, пайданың арасынан таңдау жасауға тура келеді кейде. Аптаның басында сол таңдау жасауды талап ететін жағдай аптаның басында болуы мүмкін. Екі варианттың арасында таңдау жасайсыздар. Кейбір бикештерімде жаңа махаббат немесе өзіңізге ұнайтын адаммен кездесу, бірге уақыт өткізуге мүмкіндік келеді. Кейбіреулеріңіз бір қыдырып, құрбыларыңызбен, достарыңызбен кездесетін, туғандарыңызбен бір той, басқа бір себеппен кездесу орын алған жерде өзіңізге ұнайтын адаммен кездесесіздер, немесе танысасыздар. Сол өзіңізге ұнайтын адаммен кездесуге шақырып алатын, бір көңілді, өзіңізге ұнайтын жерде уақыт өткізетін күйде боласыз. Кейбіреулеріңіз алдыңызға келген бір мүмкіндікте, сол мүмкіндікті пайдалану үшін күш салатын, алдыңызға қойған жоспарларды соңына дейін жеткізуге деген бойыңызда бір күшіңіз тасыған құштарлықпен, әсіресе бір таңдау жасау керек болған жерде біраз жаныңыз қиналып барып құтылатын күйде боласыз, босап шығатын. Жаңадан келген сәттілікті тойлайтын, жақын адаммен бірге бас қосып, бір сол қуанышты сәтпен бөлісетін күйде боласыздар кейде. Тойға баратын жағдай болады. Бір адамға деген жаңа қызығушылық артады. Жаңа бір мақсатқа деген кейде. Аптаның ортасында көптен араласпаған бір адамдармен араласатын, ұмытылып кеткен бір заттарды тауып алатын, ұмытылып кеткен бір жоспар, шаруа шығатын күйде боласыздар. Соларға көңіл бөлетін. Бір қажет затты сатып алу керек болған жерде өзіңізге қажет сума жетіспеуі мүмкін. Бір жаныңыз қиналып барып, бір іске нүкте қоясыз. Қарыз кредитпен байланысты шаруа болуы мүмкін. Немесе туғандарыңызға қатысты бір жағдай. Өзіңізді бір мұқтаж күйде сезінген, қолдау, көмекке. Сол жағдайда кейде бір көптен күтпеген, естімеген, көрмеген адам көмектесуі мүмкін. Қажет сол кредит алатын жағдай болады кейде. Бір мәселені шешу үшін. Балаларыңызбен байланысты бір өзіңізді уайымдатқан шаруаны шешу үшін қарыз алатын жағдай болады. Кейбіреулеріңіз бір адаммен қарым-қатынаста қалай болғанда сол адаммен бірге бір қиындықтарға төтеп беруге, қолайлы екенін, ыңғайлы екенін түсінетін күйде боласыздар. Бір адам өздеріңізге ұнамаса да, немесе нақты бір шаруада көңілдеріңізден шықпаса да, сол адаммен ары қарай бірге болу керек екенін түсінетін күйде боласыз. Ең дұрысы сол екенін, өзіңізге сол пайдалы жол сол екенін. Аптаның соңында өзіңізге де, өзгеге де өте талапшыл күйде боласыз. Бір талаптарды орындауға күш саласыздар. Маман адамның көмегіне жүгінулеріңіз мүмкін. Маман дәрігердің жоспарда болса, немесе үйіңіздің бір шаруасын шешуге. Бір өзіне маман адамның консультациясына, кеңесіне жүгінесіздер. Бір мекемеге баратын жағдай болады. Қызмет орындағы қызметкермен сөйлесетін. Қолыңызға келген кірісті бірден ұстап жіберетін қызығушылық пайда болады кейде. Бір талаптарға сай болу үшін. Бірнеше істі сол бір талаптарға сай болу үшін бір уақытта жүзеге асыруға күш саласыздар. Бір ауыр күйден, ауыр кезеңнен, бір ауыртпашылықтан, арқалаған бір жүктен өзіңізді бір босап шыққандай күйде сезінесіздер. Кейде бір маман адам келіп үйіңіздің шаруасын реттеп береді. Қосымша бір табыс көзін қолға алуларыңыз мүмкін. Жұмыс орында бір бәсекелестікте басып озу үшін, басшыларыңыздың көзіне түсу үшін, бір талаптарға сай болу үшін, жоспар бойынша жүруге, бір мақсатқа қол жеткізу үшін бәріне дайын күйде боласыз. Туғандарыңызбен бір
ақшамен байланысты мәселені ортаға салып талқылауларыңыз мүмкін. Телефон арқылы көптен араласпаған бір туғандарыңызбен. Солардың кеңесіне жүгінетін өзіңіз бір кеңес беретін жағдай. Кеңес аптағы деген. Осы апта барысы ең қолайлы уақыт жаңа жобаны қолға алуға, жағдайыңызды жақсартуға. Сондықтан қазіргі жағдайыңызды, тұрмыстық үйіңіздің, жұмыс орындағы жағдайды жақсартуға, табыс көзіндегі. Сондықтан осы апта барысында алдыңызға келген мүмкіндіктерді еріншектікке жеңдірмей, кейінге сырмай пайдалануға, бір алғашқы қадамдарды жасауға шақырады кеңес. Бикештерім, апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Таразы жұлдызындағы көрермендеріме ақпан айының 5 мен 11 аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай. Аптада орын алатын жағдайлар. Аптаға әсер беретін жағдай. Үйіңіздің бір шаруасын шешу керек болған жерде, мақсат алдыға қойған жоспарға келгенде. Зауқыңыз жоқ болған күймен алдыңызға келген бір мүмкіндіктен бас тартасыз. Еріншектікке бола. Кейбіреулеріңіз бір туғандарыңызға өкпелеумен сол жақсы бір мүмкіндіктен бас тартатын, ерегесетін күйде боласыздар. Жұмсаған күшіңізді қалпына келтіруге, өзіңізге демалыс беруге деген ештеңеге зауқыңыз жоқ күй апта барысында бір 5 минут, бір күн әсер беруі мүмкін. Бір отбасылық бизнес көзімен байланысты шаруада. Сол ісіңізді ары қарай жалғастыруға деген бір зауқыңыз жоқ күйде болады кейбір таразыларым, шаршаған күйде. Демалысты қалайтын. Кейбіреулеріңіз сондай туған жерлеріңізге барып қайтуға деген қызығушылық пайда болады. Бұрын туып өскен жерлеріңізге қоныс аударуға деген қызығушылық пайда болуы мүмкін. Үйіңізге бір жоспарлаған заттарды сатып алуға келген жерде келген мүмкіндіктен бас тартасыз. Тауып алған бір жақсы ұсыныстан аптаның басында табыс көзімен байланысты жолға шығасыздар, немесе өтемақыларды жүзеге асыруға. Бәсекелестікте бір сәттілікке ие боласыз. Сізге бір жағдайдың барлығы сіздің жағыңызда болады. Бір бәсекелестік бар жерде жолыңыз айқындалады. Өзіңізге өте бір сенімді күймен ары қарай не істеу керек екенін, немесе өзіңізге бұлыңғыр болып тұрған жағдайларда сол шешіліп анықталғанына бола жақсы нәтижеге ие боласыздар. Салған күш, жұмсаған уақыттың нәтижесі бұйырады. Мақтауға ие болатын, өзіңізге деген сеніміңіз артатын күйде боласыз. Өзіңіздің сондай бір тәжірибеңіз, біліктілігіңіздің арқасында беделіңіз артады. Өз алдыңызда, немесе өзгелердің алдында. Аптаның ортасында, кейде аптаның басында бір өзіңізге ұнамайтын әйел адаммен араңыздағы бір түсініспестіктер анықталады, араларыңыз жақсарады. Жұмыс орнында бір әйел адам сізді қолдауы мүмкін. Аптаның ортасында өте сондай бір арманшыл, қиялшыл күйде боласыздар. Ғаламтор арқылы дүкен аралайтын күйде. Кейде ғаламтор арқылы көп адаммен араласатын бір көп бос әңгіме орын алуы мүмкін. Үйіңізге бір қатал әйел адам, енеңіз қонаққа келуі мүмкін. Кейде өздеріңіз сондай бір әйел адамның үйіне қонаққа барасыздар. Үйіңізбен байланысты бір жаңа мақсат, жаңа жоспар пайда болуы мүмкін. Жаңа үй сатып алуға, сол үйіңізге жаңа бір заттар сатып алуға деген қызығушылық пайда болады. Бір маман адамның көмегіне, кеңесіне жүгінесіздер. Дәрігердің көмегіне, балаларыңыздың шаруасымен байланысты жүгінулеріңіз мүмкін. Жан-жануарларыңыздың денсаулығына қатысты хабарласатын жағдай. Кейбіреулеріңіз қарт адамның бір денсаулығымен байланысты кеңеске, консультацияға жүгінесіздер. Маман дәрігердің жоспарда болса. Ғаламтор арқылы көңілге амалдарын қарастыратын. Сол сезімнен гөрі санамен ойланатын, бір кеңге сырып жүрген шаруаларды, үйдің шаруасын әсіресе, немесе туыстармен байланысты шаруаны қолға алып реттеуге деген сондай өте сенімді, дайын күйде боласыз. Ойыңызды іске асыратын бейімділігіңіз басым болады. Аптаның соңында жолға шығатын жағдай болады кейбір таразыларым. Кейде өздеріңіз үйлеріңізге бір адамды күтіп аласыздар. Бір жолын іздестірген жағдайда сәтімен сол жолын тауып шешесіздер.
нақтылық пайда болады. Өзіңіздің жолыңызды іздеген жағдайда, немесе бір нақты шаруаның шешімін іздеген болсаңыздар, сол бір қиындықтан жеңіспен өтесіз, өзіңізді мазалаған бір шаруадан. Бір адам келіп шешіп береді, немесе өзіңіз сондай аяқ асты ойыңызға не істеу керек екені келеді жауабы. Жолға шығып барып шешесіз кейде. Өзіңізді мазалаған бір шаруаның анықтап алатын мүмкіндігі болады. Көп ойлануға тура келген жағдайда. Білім көзімен байланысты кейде. Бір сәттілік орын алады. Шешімі табылады білім көзінде бір өзіңізді мазалаған мәселеде. Ойлануға тура келген шаруада. Кеңес аптаға деген. Осы апта барысында уайымдаудың қажеті жоқ. Барлығы өз жолымен жүріп жатыр. Кейде сол өз жолы сізге ұнамаса да, дәл сол уақытта. Біраз уақыт өткеннен кейін сол жол ең дұрысы болғанына көзіңіз жететінін еске салады кеңес. Сондықтан осы апта барысында барлығы сіздің қалағаныңыздай болмай жатса, мүмкін сол сіз қаламаған жолмен орындалғаны сізге ең қолайлысы болар деген кеңесті еске салады. Таразылар, апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сыр Шаян жұлдызындағы көрермендеріме ақпан айының 5 мен 11 аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай. Аптада орын алатын жағдайлар. Аптаға әсер беретін жағдай. Шаруа немесе бір жағдай, бір кезең аяқталғанына бола, өзіңізді бір жеңілгендей күйде сезінесіз. Жеңсеңіз де жеңілгендей күйде. Бір өзгеріске бола. Бір өзгеріске қолыңыз жетсе де, немесе көптен күтіп жүрген бір өзгеріске ие болсаңыз да, толық бір көңіліңіз қуанбайтын күйде боласыз. Кейде бір зат істен шыққанына бола, ескірумен байланысты. Уақыты келумен байланысты бір жағдай аяқталғанына бола, сіз ойлағаннан артығырақ күш салуға, артығырақ шығын шығаруға тура келгенде бола. Бір өзіңізді сондай көңіліңізден шықпайтын күй пайда болуы мүмкін. Бірақ бір мүмкіндік келеді сізге қол ұшын созатын адам, немесе сол көмекке ие боласыз. Балаларыңыздың тәрбиесіне көңіл бөлесіздер. Кейде бір қаталдық танытуға бейімділік артады. Апта барысында 5 минут уақыт алатын жағдай болуы мүмкін. Аптаның басында өзіңізді уайымдатқан шаруада бір шаршатқан қысым күйде жолға шығуға тура келеді. Немесе хат хабарға ие боласыз, жаңалыққа ие боласыз. Жеңіске жетесіздер кейде. Сол күш салып барып өзіңізді уайымдатқан бір мәселеде. Аптаның ортасында жолға шығып барып зат сатып алатын жағдай болады кейде. Бір жағдайдың маңайына шырмалып қалғандай күйден шығуға бір сәттілік бұйырады. Шығын шығаруға келгенде сондай бір сараңдыққа, шектен тыс үнемділікке басымдылық бересіздер. Ескінің аяқталып, жаңаның әлі басталмаған кезеңі болады. Жаңа бір затқа аяқ асты бір қызығушылық артуы мүмкін, немесе жаңа жолға деген, жаңаға деген. Аптаның соңында үйіңіздің бір қорғанысын, немесе қызмет орныңыздағы өзіңіздің пайдаңызды, оқу орнындағы өзіңіздің бір беделіңізді, пайдаңызды арттыру үшін, сақтап қалу үшін өзіңізге қажет адамдармен қарым-қатынас орнатасыз. Бұрын мән бермеген адамдарды өзіңізге жақындатуға тырысасыз. Кейде сол үйіңіздің қорғанысын арттыру үшін күш саласыздар. Елді өзіңіздің қалауыңызға қарай көндіруге бейімділік басым болады. Бір өте сезімтал күймен. Ішкі бір екі қорқыныш, екі ойдың күресіне көңіл бөлуге тура келеді. Ішкі бір қорқыныштарыңызды жеңуге күрес болады. Сол ішкі қорқыныштарды жеңу үшін сыртқы бір адамдарды қалауыңызға көндіруге күш саласыз. Беделіңізбен дұрыс бұрысына қарамастан елді өзіңіздің пікіріңізбен басып тастауға деген қызығушылық басым болады. Сол хат хабар сәлемдемеге ие болатын жағдай болады. Күтіп отырған бір жаңалыққа. Денсаулығыңыз осығандай бір мазалаған жағдайлар. Сол дерт болса, сол дерттің күші азаяды. Денсаулығыңыз жақсарады. Өзіңізді бір мазалаған шаруада күш салып барып шешесіздер.
қолдау көрсететін адамдар арқылы кейде. Аптаның соңында қолдарыңызға олжа келеді, сыйлыққа ие боласыздар кейде. Кеңес аптаға деген осы апта барысында уайымдамаңыз, барлығы жақсы болады деген кеңесті ұран ретінде естен шығармауға шақырады. Егер апта барысында бір қол сілтеуге, күдер үзуге, көңіліңізді қалдыруға асығыстық пайда болса, қалай болғанда сол өзіңізге ұнайтын да ұнамайтын да жағдайлар сіздің пайдаңызға екенін бірден түсінбесеңіз де уақыты келгенде белгілі болатынына сенімді болуға шақырады кеңес. Саршаян жұлдызындағы көрермендеріме апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Мерген жұлдызындағы көрермендеріме ақпан айының 5 мен 11 аралығына арнайы болжам. Аптаға әсер беретін жағдай. Аптада орын алатын жағдайлар. Үміттеріңізбен байланысты аптаға әсер беретін жағдай. Бір тоқтап тұрған істеріңіз оңымен жылжиды алдыға қарай. Күтіп отырған хат хабар, басқа бір нәтижеге қатысты. Сол уақыт жұмсаған, шығын шығарған жағдайға қатысты сәттілік болады. Бір күш салатын, күтуге тура келетін жағдайларда анаңыз немесе басқа бір әйел адамның оң әсері болады. Жан-жарыңыз, қарындасыңыздың, құрбыларыңыздың, тәтелеріңіздің. Өздеріңіз бір үйдің әдемілігіне, өзіңіздің тән сұлулығына көңіл бөлесіздер. Денсаулықтарыңыз жақсаратын жағдай болады. Әдемілікке, үмітке көп көңіл бөлетін кейде боласыз. Жарнамалауға өзіңізді, табыс көзін жарнамалайтын, кешкі уақытта қыдыратын жағдай болады. Бір ғаламтор арқылы сондай бір жаңа таныстықтар орын алуы мүмкін. Бір болашаққа деген үмітіңіз артады. Кейде бір өзіңізді ойландырған шаруада шешімі келеді ойыңызға. Көбінекей үйіңізді безендіруге, табыс көзін безендіруге, өзіңіздің тән сұлулығына, жан сұлулығына мән беруге, көңіл бөлуге мүмкіндік келеді. Бір қажет жиһаз алуға. Алдыға қойған бір мақсатпен байланысты бір жаман әдеттеріңізден арылуға көңіл бөлесіздер. Алдыға қойған бір арманыңыз орындалу үшін күш салуға кірісесіздер. Кейде бір шығын шығарып жаңа бизнес көзіне күш салған болсаңыздар, нәтижесін күткен болсаңыздар, сол бір армандарыңыз, үміттеріңізді орындау үшін ойланатын сондай бір қиялшыл, арманшыл күймен алдыға деген мақсатқа қатысты жағдайға алдын ала бір көңілдеріңіз толған, жан-жағыңызбен де, өзіңіздің жаныңызбен де тіл табысқан күйде боласыздар. Аптаның басында жоспар бойынша жүруге тырысасыз. Бір адам келуі мүмкін. Маман адам. Немесе енді құрбы құрдас, туыстарыңыз кездесетін, сол адамнан хат хабар алатын, қарсы алып алатын жағдай болады. Бір шаруада кірісіп кетуге еріншектік жол бермейді. Жағдайдың барысын бақылап, сол сырттан қарап тұруға деген бір қадам жасауға, күш салуға зауқың жоқ күйде болуыңыз мүмкін. Ең дұрысы сол жағдайдың барысын күтумен болатын. Қолыңызға олжа келеді. Немесе олжамен байланысты келу керек. Хат хабар аласыз. Өзіңіз сондай бір маман адамның көмегіне жүгінетін. Жоспарлаған бір шаруаларыңызды сол бір маман адам реттеп беру үшін ақшаның көмегі арқылы шешетін күйде боласыздар. Немесе өздеріңіз сондай бір өте тапқыр, барлығын ойнап күліп жүріп шешетін күйіңіз, сол күйіңізді пайдалану арқылы жоспарларыңызды оңаймен шешесіз. Шешіп, олжаға немесе жақсы нәтижеге ие боласыз. Аптаның ортасында жер үймен байланысты бір өзіңізді уайымдатқан шаруада қулықты пайдалану арқылы шешуге тырысасыз. Бір оңай жол арқылы тағы да. Ремонтпен байланысты бір өзіңізді қобалжытқан шаруада сенімсіздік бар болған болса. Ары қарай қалай болар екен деген бір алдын ала әсірелеп қабылдайтын. Өзіңізді мазалаған мәселеде алғашқы нәтижелеріне ие боласыз. Үйдің сол ремонтына қатысты, жұмыс орындағы бір ремонтқа қатысты. Көбінекей. Кейбірлеріңіз бір қоныс тойын тойлайтын жағдай болады. Туғандарыңызды күтетін.
Аптаның соңында аптаның ортасында сондай бір өтірік алдау арқылы, қулықты пайдалану арқылы өзіңізді қобалжып жатқан мәселеде алғашқы нәтижеге ие болуға сол оңай жолын табасыз. Біраз уайымнан кейін. Аптаның немесе сенімсіздіктен кейін. Аптаның соңында аяқ асты өзгерістер орын алуы арқылы бір жоспарлаған істеріңізді жүзеге асыруға мүмкіндік келеді. Бір жолға шығатын, бір жерге үлгеру керек болған жерде асығыстық танытатын күйде боласыз. Өзіңіздің бір қалауыңызға қарсы шешім қабылдауыңыз мүмкін. Басқалардың пайдасына бола. Астарында сондай бір сенімсіздікке берілуге себеп жоқ. Ішкі бір өзіңізге деген сенімсіздік мазалауы мүмкін. Бір шектеулерге бола, аяқ асты жолға шығатын жағдай болады. Кеңес аптаға деген. Осы апта барысында бір ескіден арылуға шақырады. Жаңа пайда болсын десеңіз, ескіден арылуға енді мүмкіндік болса, етегінен жіберуге, ескі ой, ескі уайым, ескі пікір қалыптасқан басқа бір ескіліктен арылуға, қорықпауға шақырады. Бір ескі өзіңізді мазалаған жағдайлардың барлығы сізге тек көбінесе кері әсер ғана болатынын еске салады кеңес. Мергендерім, апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Тау ішкі жұлдызындағы көрермендеріме ақпан айының 5 мен 11 аралығына арнайы болжам. Аптаға әсер беретін жағдай. Аптада орын алатын жағдайлар. Аптаға әсер беретін жағдай. Бір күтіп отырған адам келеді үйлеріңізге. Ер адам көбінесе. Өздеріңіз табыс көзімен байланысты, қызмет орындағы бір іс-сапармен байланысты жолға шығатын жағдай болады. Немесе сол жұмыс орнын айырбастап, басқа жаққа көшуге, қоныс аударуға тура келеді. Жұмыс орнында жаңа бір жұмыс орнын, жаңа табыс көзін қолға алғаныңызға бола. Қызмет орнында бір жаңа талапқа кіріскеніңізге бола. Мақтау, олжаға ие болатын жағдай болады, премияға. Еңбекақыңыз, табыс көзіңіз енді артуына мүмкіндік келеді. Табыс көзін арттыруға, жақсартуға, табыс көзінің бағытын өзгертуіңіз мүмкін. Жұмыс орныңыздағы жағдайды жақсартуға көңіл бөлетін. Бір өзіңіз елмен араласқанда сондай бір араны жақсы қалыпта сақтап қалуға мән бересіз. Көңілге қарауға басымдылық бересіз. Олжа келеді қолыңызға. Немесе үйіңізге бір шабарман заттар әкеледі. Қолға алған істеріңізді бір ептілікпен атқарғаныңыздың арқасында олжаға ие боласыздар. Жаңа қызығушылық пайда болады. Лап етіп бір жаңа табыс көзіне деген қызығушылық кейде. Жаңа қызмет орнына деген. Жаңа бақытқа деген. Жолға шығып барып бір туғандарыңыздың үйіне барып көмектесуге, қол ұшын беруге сондай бір қызығушылығыңыз басым болады. Аптаның басында кезінде бір орын алған келеңсіз жағдайларға бола, сол жағдай қайталана ма деген сақ күймен бір мекемеге барасыз, жүгінесіз. Немесе елдің барлығын бағындыруға тырысатын сондай билікті өз қолыңызда, тізгінді өз қолыңызда ұстауға деген басымдылық болады. Жан-жағыңызға сын көзқараспен бір алдын ала, көбінесе шындыққа сай емес, өзіңіздің кезіндегі бір алған тәжірибеңізге бола. Шектен тыс сақ күймен мәліметтер жинастырасыз. Өзіңізге қажет. Бір адамға қатысты, немесе сыртынан аңдайтын, немесе өзіңізге бір қажет мәліметтер жинастыратын. Құжаттарды реттейтін күйде боласыздар. Аптаның ортасында бір тоқтап тұрған ісіңізді орнынан жылжытуға ер адам көмектеседі. Немесе өзіңізге бір жанашыр адам ниет білдіреді. Кейбіреулеріңіз өздеріңіз өте сондай бір шектен тыс сезімтал күймен бір жағдайға көзқарасыңызды өзгерту арқылы тоқтап тұрған бір істі орнынан жылжыту үшін күш салып барып
сәтті аяқтайсыздар күтумен болған шаруада. Кейбіреулеріңіз бір жабық орында отырған туғандарыңыз немесе басқа бір адамның жағдайын білу үшін хабарласатын, сол жерге баратын күйде болуларыңыз мүмкін. Кейбіреулеріңіз өздеріңіз сондай бір жабық орында отырған болсаңыздар, немесе бір жағдайды орнынан жылжытамай отырған күйде болсаңыздар, жылдар бойы, айлар бойы, сол мәселені шешуге сәттілік бұйырады, сол сәтімен аяқтайсыздар. Бір қалау мен қажеттің арасынан таңдау жасайтын күйде боласыздар. Көп емес болса да қолдарыңызға кіріс келеді. Бір мекемеге барып еңбекақыға ие болуларыңыз мүмкін. Аптаның соңында жаныңызға тыныштық беретін, бір қоғамға шығатын, ресторан, кафеге баратын жағдай болады. Қонаққа баратын. Өзіңіздің бір қалауыңызға шығын шығаратын. Өзіңізге, ертеңіңізге кейде бір сеніміңіз артатын. Сенімді күймен сондай өзіңізге бір еркіндік беруге деген бейімділік артады. Өзіңіз қалаған күйге. Жай ғана үйіңізде демалатын немесе ұнайтын демалыс орындарына баратын, концертке баратын. Кейбір тәуелшілер шетелге шығуға, отпускіге шетелге шығатын мүмкіндік болады. Ғаламтор арқылы көп адамдармен араласатын күйде боласыз. Бір жағдайды сәтімен аяқтайсыз. Сәттілік бұйырып, бір оңымен шешіледі. Кеңес аптаға деген. Осы апта барысында сіз өте көп уақыт бір ғимаратта немесе үйіңізде уақыт өткізетініңізді еске салады кеңес. Сондықтан осы апта барысында мүмкіндік болса, қоғамға шығуға, енді жай ғана сыртта таза ауа жұтып қайтуға, сол мүмкіндікті сырмауға, пайдалануға шақырады кеңес. Тауешкі жұлдызындағы көрермендерім, апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Соқиық жұлдызындағы көрермендеріме ақпан айының 5 мен 11 аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай, аптада орын алатын жағдайлар. Аптаға әсер беретін жағдай. Бір алған жауапкершілікпен байланысты. Көмекке мұқтаж болған болсаңыз, сол қажет уақытта көмекке ие боласыз. Кейде қарыздарыңыз қайтады. Өздеріңіз бір қарыздарыңызды жабуға, қайтаруға мүмкіндік келеді. Бір ер адамның қолдауы болады кейде. Бір мекеменің алдында алған жауапкершілікпен байланысты. Сәті келеді шешуге. Қолыңызға олжа келеді. Бір затты сататын, айырбастайтын шешім қабылдайсыздар. Жауапкершілік алып, сол ертеңге бір өзіңізге пайда әкелуіне қатысты бір инвестиция, басқа бір табыс көзін жақсартуға амалдарда сол жол салатын қадам жасайтын алғашқы бір қадамға өзіңізге мүмкіндік беретін күйде боласыздар. Жауапкершілік алатын. Кезінде біреуге жасаған жақсылықтарыңыз қайтады. Көбінесе сол берген қарыздарыңыз қайтуы мүмкін. Аптаның басында өткен кеткенді ойлайтын, өткен кеткенмен байланысты, бір өтіп кеткен жағдайлармен байланысты шаруаға көзқарасыңыз өзгеретін, бұрын көрмеген жағынан байқайтын күйде боласыздар. Кейде бір ескі мақсат, ескі арман, ескі қызығушылықтарыңызды енді сіз қалаған уақытта жүзеге аспағанда бола, қызығушылығыңыз артта қалады сол жағдайға деген. Сырып тастап, басқа жаңаға қарай бет аласыз. Өздеріңіз бір өсіп, туып өскен жерлеріңізге жолға шығуларыңыз мүмкін. Үш шаруаны шешу үшін, шешіп келу үшін, барып шешіп келу үшін жолға шығасыздар кейде. Балаларыңыздың мәселесімен байланысты бір шаруаларды шешуге. Кейбіреулеріңіз бір ұмытылып кеткен істерге бола көңіл бөлуге тура келеді. Бір уайымға деген қызығушылық артта қалады. Өткенмен байланысты бір уайымға деген. Көптен көрмеген адамдар хабарласуы мүмкін сізге. Өткеннен енді қалған бір арман, мақсатпен байланысты жағдайға қызығушылығыңыз сол жоғалып, көңіліңіз қалғанына бола сырып жаңаға қарай енді бет алатын күйде боласыздар. Аптаның ортасында өзіңізге демалыс беретін бір жағдайлар сіз қалаған уақытта жүзеге аспағанына бола бір мәмілеге келумен сол кейінге сыра тұруға шешім қабылдайсыз. Қолайлы уақытты күтумен, енді күн жылығанға дейін, жаз уақыты келгенге дейін, кейде бір қолайлы кезеңді күтумен осындай уақытта бір жарамайтын істерді, мақсаттарды сыра тұруға. Кейбіреулеріңіз
күтумен болған шаруаға қатысты, ары қарай қалай болар екен деген бір бұлыңғыр көрінген шаруаға қатысты келісім шартқа отырасыздар. Сөзбен біреумен келісесіздер. Немесе өзіңізге ұнайтын бір адаммен сол хабарласуға, ақылдасуға тура келеді. Себеп пайда болады сондай. Кейбіреулеріңізде бір жаңа қарым-қатынас пайда болады. Жаңа дос, жаңа құрбы, бір адамға деген жаңа махаббат, қызығушылық пайда болады. Жаңа таныстық, кездесуге шақырып алатын жағдай. Өте бір сезімтал, енді ер су құйғыштарында сезімтал, сондай бір нәзік жанмен танысуға мүмкіндік келеді. Нәзік жан су құйғыштарында сондай елмен араласқанда, өзіңізге ұнайтын адамдармен араласқанда, елге ұнауға деген сондай бір сезімталдық қасиетіңіз көмектеседі, артады. Келісім шартқа отыру керек, келісу керек, танысу керек, кездесу керек. Немесе ары қарай қалай болар екен деген жағдайларда өте сондай бір сезімтал күйлеріңіз көмектеседі. Сезімтал күйлеріңіз басым болғаны аптаның ортасында. Кейде сол ары қарай қалай болар екен деген шаруада бір адаммен келісіп шешімін табасыздар. Аптаның соңында жаңаға бет аласыздар. Жаңа қоныс орнына, жаңа табыс көзіне, жаңа қызмет орнына, басқа бір жаңаға қарай. Апта барысында алдыңғы апталардан келе жатқан бір уайымдар, солардан құтылып шығып, жаңаға қарай ұмтылуға мүмкіндік келеді. Босап шығуға, бір қиындықтарды артта қалдыруға. Жаңа қызығушылық, жаңа мақсат пайда болады. Бір затқа, іске, жоба жоспарға. Сол мақсатқа қол жеткізу үшін жаңа таныстыққа ие боласыздар кейде. Келісім шартқа отырасыздар. Бір адаммен кездесесіздер. Бір адаммен арада сондай лап етіп, махаббат сезімі, бір-біріңізге деген қызығушылық сезім артуы мүмкін. Екі варианттың арасынан таңдау керек болған жерде сол шешімі ойларыңызға келеді. Немесе соны шешуге мүмкіндік келеді. Өте сондай құштарлықта, күшіңізде басым күймен қолға алған істеріңізді соңына дейін жеткізуге деген дайындық күйде боласыздар. Кеңес аптаға деген. Кейде көшіп қонумен байланысты алдыңызға келген сол бір өзіңізді қызықтырған шаруада келісім шартқа отыратын, келісуге тура келеді. Жаңа үйге, жаңа мақсатқа қарай, жаңа жұмыс орнына қатысты келісім шартқа отырасыздар. Осыған дейін бір стажировка болған болса, сол кезең аяқталып, немесе бір қиындық аяқталып, келісу арқылы жаңа мүмкіндік, жаңа жоба, жоспар, қызығушылыққа ие боласыздар. Кеңес аптаға деген осы апта барысында өзіңіздің күйіңізге, күшіңізге, бойыңыздағы сезіміңізге мән беруге шақырады. Сол өзіңіздің күйіңізбен санасуға, шамаңыз келмей тұрған жерде өзіңізді мәжбүрлемеуге мүмкіндік болса, сыра тұруға, бір сағатқа, бір күнге. Шамаңыз келіп тұрғанда еріншектікке басымдылық бермей, сол кірісуге, өзіңізге сондай бір соны қадағалауға өзіңізге қажет болса кейде. Енді өзіңізді тәрбиелеуді қолға алуға шақырады кеңес. Жағдайыңызбен қалай болғанда санасуға. Су құйғыштар апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Балықтар жұлдызындағы көрермендеріме ақпан айының 5-і мен 11-і аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай. Аптада орын алатын жағдайлар. Аптаға әсер беретін жағдай. Осы апта барысында қажетіңізге, қажет сума жетіспегенде бола, қолдау қажет болғанда бола, немесе басқа бір мұқтаждық күйіңізге бола, шектен тыс бір қызығушылық, қобалжу артады. Кейбіреулеріңіз бір затты сатып алғыңыз келгенде бола, шектен тыс бір құмарлықпен кредит алуға деген сондай бір басымдылық пайда болады. Бір жаман әдет, зиян әдеттерге басымдылық берумен мұқтаж күй пайда болуы мүмкін. Бір әйел адамнан ақшалай көмекке ие боласыздар. Өздеріңіздің бір тән сұлулығына, басқа бір саудамен байланысты көбінесе шығын шығарғыңыз келген жағдайға қатысты шектен тыс қобалжу, қызығушылық, құмарлық артады. Аптаның басында жаңа бір таныстықтар орын алады, достарыңызбен кездесетін, жаңа ұсыныстарға ие болатын. Бір бәсекелестікте алдыңызға келген жақсы бір мүмкіндік, ұсынысты пайдаланасыздар.
кейде бір келген ұсынысқа бола ішкі қорқынышыңыз, екі ойыңыздың күресі болады. Сол ұсынысты пайдаланайын ба, жоқ әлде бас тартайын ба деген. Өзіңіздің бір тілі майда досыңыз қонаққа келуі мүмкін. Біреуден сыйлыққа ие болатын, өзіңіз сыйлық ұсынатын күйде боласыздар. Бір барам деген жеріңізге жетесіздер. Бір мүмкіндікті пайдалану үшін қолмен күш салуға тура келеді кейде, күресуге. Өзіңіз бір елмен араласқанда сондай елге ұнайтын қасиетіңіз басым болады. Тез арада тіл табысатын, елге ұнамды сөз айтуға деген бір қасиетіңіз артады. Жақсы бір жаңалыққа, мүмкіндікке ие боласыздар. Бір үмітіңіз артады. Ұсынысқа ие болғаныңызға бола. Бір сәті бұйырғанына бола. Бір сынақтан өтуге тура келетін жағдай болады кейде. Күш салып барып. Аптаның ортасында екі жағдайдың арасынан таңдау жасауға тура келеді. Екі ойлы күймен. Адамгершілік пен пайданың арасынан таңдау жасайсыз. Өте сондай бір сезімтал күймен. Кейде тәтеңіз, анаңыз, құрбыңыз қол ұшын береді. Бір жағдайдың қайтарымы болады, әділдік орнайды. Кезінде жасаған бір қадамыңыздың, қабылдаған шешіміңіздің, біреуге жасағаныңыздың қайтарымы болады. Бір екі ойлы күймен шешім қабылдауды кейінге ысыратын күйде боласыздар. Бірақ күдік мазалаған шаруада сол жағдайға дұрыс баға беріп, дұрыс таңдау жасауға деген, бар қалпында жағдайды қабылдауға деген күйіңіз артады. Сезімталдық күйіңіз көмектеседі кейде. Бір екі мекеменің арасынан, екі қызмет орнының арасынан, екі балабақшаның, екі оқу орнының арасынан таңдау жасайтын күйде боласыздар кейде. Қызмет орнына барайын ба деген бір сенімсіздік күдік мазалайды. Бір мекемеге құжаттарыңызды заңдастыру үшін, басқа бір қалауларыңыз үшін. Бір құрбы, тәте, аналарыңыздың шаруасын шешіп беру үшін сондай үкімет орындарына баруларыңыз мүмкін. Аптаның соңында жағдайды бар қалпынан шатастырып қабылдайтын бір өзіңізді бір қараңғыда тұрғандай күйде сезінесіз. Жолыңыз алдыда, нақты бір мәселеге келгенде. Ары қарай не істеу керек екені бұлыңғыр көрінгенде бола, немесе сол ар жағын көрмегеніңізге бола, қалай боларын. Сенімсіздік мазалайды кейде, күдік. Көбінесе сол жағдайды шатастырып қабылдағаныңызға бола. Бір 5 минут аралығында сейіліп кететін қобалжу мазалауы мүмкін. Кейбіреулеріңіз бір аяқ асты өзгерістер орын алғанда бола, маман адамның көмегіне жүгінесіздер. Үйлеріңізде бір зат істен аяқ асты бір шығып қалғанда бола, маман адам келіп шешіп береді. Кейбіреулеріңізде сол өзіңіздің ішкі бір күйзелісіңізбен байланысты жағдайдан арылу үшін, бір талаптарға сай болу үшін, бір ескімен қоштасасыз. Өзгеге де, өзіңізге де өте талапшыл күймен, сондай бір елдің көңіліне қарамайтын, жағдаймен санаспайтын күйіңіз артуы мүмкін. Елдің әлсіздігін қабылдай алмайтын, бір өзіңіздің беделіңізді арттыруға күш салатын күйде боласыз. Бір қалауыңызға қол жеткізу үшін ештеңеге қарамастан бір жоспар бойынша қадамдауға деген. Өзіне маман адамның сол көмегіне жүгінетін, жұмыс орнында басшыларыңыздың көзіне түсуге, көңіліне жағуға деген бір жоспар бойынша жүруге тырысасыз. Бір аяқ асты өзгерістер арқылы қалауыңызға қол жеткізуге тырысасыздар кейде. Кеңес аптаға деген. Осы апта барысында жағдай енді ғана басталды. Сондықтан шыдамдылыққа, төзімділікке, күтуге, басымдылық беруге шақырады. Және бірден бір жағдай ұнамаса, көңіліңіз қалып, күдер үзіп, теріс айналуға өзіңізге мүмкіндік бермеуге, асықпауға, жол бермеуге шақырады. Осы апта барысы сізге күтуге, сол жағдайдың барлығын, қолға алған ісіңіздің енді нәтижесін күтуге, аянбай, ерінбей күш салуға шақырады кеңес. Балықтар, апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.